Бәріңізге ассаламу алейкум. Біз бүгін сіздерге ислам әлемін қайта жандандырған Сұлтан Бейбарыстың өмірінен біраз ақпараттар береміз. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Сұлтан Бейбарыс арабша есімі Әл-Мәлик Әз-Захир Рухун Әд-Дин Бейбарыс Әл-Бундухтари Әс-Салих 1223-1277 жылдары Мысырда билік құрған сұлтан. Бейбарыс қатардағы құлдан Мәмлүк мемлекетінің сұлтаны дәрежесіне дейін көтеріле алған адам. Мәмлүк мемлекетінің іргесін Мұхаммед пайғамбар мұрагерлері арасындағы көп жылды қақтығыстар мен қызу тартыстардан кейін оның қызы Фатима мен күйеу баласы Ғали Арыстан қалады. Өз мемлекетін жаудан қорғауда олар жергілікті халыққа емес, күшті де қайратты Қыпшақ жігіттеріне иек артты. Бейбарыс 1223 жылы Береш руынан туған. Мәмлүк мемлекетінің 4-ші сұлтаны Рухун Әд-Дин Бейбарыс Әл-Мансури Әл-Мисридің тағдыры өте қызықты және қарама-қайшылықтарға толы. Бейбарыстың әкесі Жамақ, анасы Әйнек, ол хорезмдік бербендік қыпшақ. Оның ақсүйектер руынан шыққанын тарихшылар дәлелдеген. Сол кезде Береш руы Қырым өңірінде тұрған Бейбарысты Әмір Әйтекен Әл-Бундухтар Димашық құл базарында сатып алған. Сондықтан Бейбарыс Әл-Бундухтари деп аталған. Жаугершілік заманда бала күнінде Қыпшақ даласында тұтқынға алынып, жат жерде ерекше ерлігімен, асқан талантымен, құлдықтан қайраткерлікке дейін көтерілген қазақ тарихында аса ғажайып тұлға. Оның құлдыққа қалай түскендігі туралы бірнеше мәлімет бар. Сол ақпараттарға назар салсақ, алғашқы мәлімет бойынша Бейбарыс әскери жорықтардың салдарынан құлдыққа айдалынған делінсе, басқа мәліметте оны әкесінің жаулары құлдыққа сатып жіберген деседі. Біз осындай бірнеше мәліметтің біреуін ғана басынан аяғына дейін толықтай талқылауды жөн көрдік. Ал ендеше мен сіздерге сол мәліметті айтып берейін. Негізінен бұрынғы Қыпшақ даласында қанды жорықтар болып, сол соғыста анасы мен әкесінен жетім қалған кішкентай бала Бейбарысты жолшыбай біреу тауып алып, кейіннен оны Византия көпесі сатып алады. Ал ол көпес Бейбарысты әскери балалар үйіне өткізеді. Ол мектепте Бейбарыс әскери жаттығулардың қыр-сырымен таныс болады. Ол кездер Бейбарыстың жігіттік шағы болатын. Көпес құлдарының қалай жаттығып жатқанын көріп тұру үшін мектепке бірең-сараң келіп кетіп тұрды. Сол кездегі жігіт Бейбарыс сол көпестің Шадияр қызына іштей ғашық болатын. Ал мұнысын сырттай байқаған Шадияр өркөкірек менмен тәкаппар еді. Бір күні бұл жерге христиан кірешілер шабуыл жасап, қаланы түгел дерлік өртеп жібереді. Олар адамдарды өлтіріп, әйелдерді қорлайтын, жас жігіттерді құл қылып айдап алып кететін. Жас балаларды кірешілер Фридинияның шөл даласында жүріп, жолшыбай арабтар мен Византияға сатып кетті. Кірешілер Бейбарыс пен достарын құл базарында сатуға алып келеді. Олар құл болып жүріп, 10 жыл бойы қайық еседі. Сөйтіп оларды Кафа қаласының құл базарына алып барады. Ол жерде Құтыз, Мысыр еліндегі мәмлүктердің армиясына құл сатып алу үшін ең мықты деген құлдарды іздеп жүрген еді. Сол жерде Бейбарыс пен оның достары ерекше көзге түскен соң, оларды Құтыз кісеннен босатып, бәрін дерлік сатып алады. Бейбарыстың таққа өрлеуі Мәмлүк аралындағы Сұлтан Салықтың таңбасы бар мыс білезік тағылғаннан бастау алды. Бейбарыс Құтыздың әскер сапында жүріп, шебер айқасатындығы мен тік мінезділігімен ерекше көзге түскен соң, Құтыз оны Сұлтан Салықтың күзетшісі етіп тағайындайды. Кейіннен Құтыз Бейбарысты жеке күзеттің әмірі етіп тағайындады. Арада біраз уақыт өтіп, Салық сұлтан белгісіз себептен қайтыс болады. Ал оның тағына Құтыз келіп отырады. Құтыз билікті қолына алған кезде Бейбарыстың да дәрежесі өсіп, Мысыр еліндегі мәмлүктер аралының бастығы болып сайланады. Құтыз ел билеген тұста моңғолдар Бағдатты өртеп жібереді. Сол кезде ислам әлеміне қауіп төніп, біресе моңғолдар, біресе христиандар екі жақта мұсылмандарға шабуыл жасап, қырып жатқан уақыт еді. Ал ол кезде Құтыз сұлтан болса, өз әйеліне шағамын деп бәрін ұмытып, той-думаннан өз көзін көр қылып тастаған еді. Ал Бейбарыс болса, жау шекеден тап бергенде оның алдын алып тойтарыс беріп, отты қаруларымен, керемет соғыс тактикасымен қалың қолды моңғолдарды қырып салып, үлкен жеңіспен ырғалады. Осы жеңісінен соң халық арасында Бейбарыстың даңқы асқақтай берді. Тіпті Бейбарыс өзінің сұлтаны Құтызбен бақталаста бола алатын. Содан біраз уақыт өтіп,
Кутуз Султан жасырын өлтіріліп, оның сұлтандық тағына бейбарыс отырады. Бейбарыс Султан билікке келген соң, қала елді мекендерге мешіт медреселер мен кітапханалар соқтырады. Ол ғылым мен білімді жолға қойып, мұсылмандарға жақсы, бейбіт өмір сыйлауға себепші болады. Мұсылмандар осы уақыттарда ғылым біліммен қамсыз тірлік кешіп жатты. Оның осы тарихи сәттері көп елдің жадында сақтаулы. Сөйтіп Бейбарыс Сұлтан өзінің ғұмырына жазылған мемлекетті билеп, мерзімі жеткенде өз тағынан кетіп, тарихта бүкіл ислам әлемін моңғолдар мен кресшілерден қорғап қалған, моңғолдардың жеңілуді білмейтін, әскерін күл-талқан еткен атақты да даңқты сұлтан болып тарихта қалды. Қазірде оның бейіті қайда екенін ешкім нақты біліп айта алмайды. Біреулер Шам шаһарында десе, кейбіреулер Бағдадта дейді. Өмірінің соңында туған жерінің Жусанисін аңсап, Қыпшақ жеріне, Қазақ жеріне келген деген ақпараттар да бар. Қазіргі таңда Мысыр елінде, Мысырдағы Мәуліттер дәуіріндегі араб әдебиеті деген 2 томдық кітап бар. Бір өкініштісі, ол кітап әлі күнге дейін қазақ тіліне аударылмаған. Сол кітаптарда Сұлтан Бейбарысты ақындар ерлігі, әділдігі жайлы ерекше мақтап бір тұтқаны байқалады. Тіптен ол қайтыс болғаннан кейін халық панасыз, басшысыз қалдық деп аза тұтып жылаған екен. Иә достар, біз бүгін сіздерге өзге елде әмір болған Сұлтан Бейбарыстың өмірі жайлы аз да болса ақпаратымызбен бөлістік. Видеоны осы аралыққа дейін тамашалаған болсаңыз, арнамызға жазылып, видеоны достарыңызбен бөлісуді сұраймыз. Сіз үшін оттаймыз.